Ескерту. Бұл видеоны жүрегі әлсіз адамдарға көруге болмайды. Ерда Productions ұсынады. Өмірдің тылсым тұстары өте көп. Біз оны қаласақ та қаламасақ та өмірде кездесіп қалып жатады. Досым екеуміз сіздер үшін басымызды бәйгеге тігіп тылсым дүниені зеріктемекші болдық. Сіздер видеоны түсіңіздер деген ойдамын. В общем, осы сайранға сіздердің өтініштеріңіз бойынша қорқынышты видео түсіруге келіп тұрмыз. Осы сайранда біз дух шақыратын боламыз. Білмеймін, мен духтарға негізі өз басым сенбейтін, алдыңғы видеоларда да айтқам. Осы жылы көре жатармыз, не болатын. Мен өзім жалғыз келген жоқпын, жанымда еще Әділбек. Бүгін, Әділбек екеуміз сайран жақта орманға келіп, дух шақыратын боламыз, не шақыратынымызды білмейміз, бірақ чаки, анау, мынау, в общем, духтан особо хабарымыз жоқ, бірақ білетініміздің бәрін шақырып көретін боламыз. Мен қалтамда, в общем, мынандай екі карандаш пен ручка бар, ана жерде мынандай майысқан дәптеріміз бар. Таза заявщиктің бұл комплектісі. Бұны түсініп тұрсыздар не үшін алғанымызды. Әрине заявка жазу үшін емес, дух шақыру үшін. Заявка деймай. Ментке бар, заявка жазсаң. Все, сіздер түсініңіздер деген ойдамын, ал біз басайға. Осы орманға келмес бұрын мен Асланды да шақырған болатын, бірақ Аслан маған күншке орай келе алмайын деп айтты. Әділбек екеуміз осы орманға келіп, орманды көріңіздер. Все, осындай орманға келдік. Ал енді біз ыңғайлы бір жерге барып. Тоқта, анау не? Әділ! Анау не? Қараш, біреу тұрған сияқты ана жерде. Иә. Ана жер бар ғой? Ана аяқтар. Ана аяқтар. Что-то біреу тұрған сияқты. Камераны қосып қараш. Вроде бір жай адам шығар, иә? Кроссовкин көрген шығарсың, әппақ болып жанып тұрды ғой ағаштың. Бірдеңке көрдім, иә. Осы жақта жай жүрген адам. Жай жүрген шығар, иә. Ішке қарай кіре берейік, сосын бір ыңғайлы жер тауайық та, сосын барып дух шақыра берейік. Все, давай. Біз идеальный жер таптық. Міне, осы жерлер вроде болады. Осы жерлерге отырып, біз парақты алып шығып, дух шақыратын боламыз. Бұлай аламыз да, ортасын қаншаға бөлші? 4-ке бөлеміз, иә. Ортасынан 2-ге бөлдік. Я, жоқ, я дей саламыз. Все болды, міне, көрініп тұр ғой, Иә. Осылай жазуым жаман болса да әйтеуір. Тырыстым, бір нәрсе қылып жақсы қылып. Жазу мощный екен, врачтық сияқты екен. Рахмет комплиментке. Давай, кім шақырамыз? Чаки ма? Чаки ма? Мен алдында видео түсіргенде ше, типа комментарийді көбісі айтты. 2 ручка біреуінің үстіне былай қоясың да, сосын өзі жылжиды деді. Солай істеп көреміз, міне қойдық, так. Все болды, достар. Ал енді, давай сұрақ қоямыз. Чакидан басайық, иә? Давай, Чакидан басайық. Все, мне дайындадым. Я, жоқ, я деп. Енді, все, енді Чарли шақырайық, давай ма? Чарли, давай шақырайық. Мен біраз қобалжып тұрмын. Тем более біз қазір орманға келіп шақырып отырық қой. Түкте шықпайтын сияқты, бірақ мен негізі бұндай нәрселерге вообще істемеймін. Мүмкін емес деп ойлаймын. Мен білмеймін, мен екі ойлы болып тұрмын. Может быть, может жоқ. Енді ораза ұстап жүрміз, оразаларыңыз қабыл болсын. Аман есен боламыз деген ойдамын. Ал кеттік ал. Чарли. Сен осында барсың ба? Еш нәрсе болатқан жоқ, вроде. Брат келмейтін сияқты, мен такой чувствую. Білмеймін, менде уже терілерім кәдімгідей тік тұрып кеткен ба, бір бәле болып жатыр. Білмеймін, обычно айтқан адамдар бір дауыстар шығу керек деп анамнан. Есің бе? Бұл өзін істедің сен, брат. Точно ма? Иә. Көтін текеткен. Мау не болды? Бля, брат. Ебать. Сен емессің бе? Мен емес, брат. Сенсің ғой? Мен емеспін деймін, шын айтам. Еба. Не болды сонда бұл? Жоқ, бля, брат. Мойындайсаш, сенсің ғой? Брат, жігітше, айтып тұрмын. Серьезно. Мен емес, мен сен жанында отырдым. Артындағы от қозғал, сен өзің текеттің.
бірақ бағанағы дауыс шыққан ол точно брат. Мен маған тикеттім, Иә, маған тидің сен 100%. ағананы ше Ана брат, мен алып тұрмын ғой одан. Алып тұрмын, тура мына жерде отырмын ғой мен. Вообще қозғалмадым. бәрі не айтарым білмеймін, все-таки қайта саламыз ғой. Ғой все-таки до конца деп ойлаймын негізінде. Бір жел соққан шығар бір. Иә, мен де соны ойлайтынмын, может жел Иә. соққан шығар. Мына жер емес, басқа жерге барып істейік. Иә, давай, басқаны. Жүріп кеттік, алайық заттар. Естеріңізде ма, Әділбекке осы сияқты бір пранк ұстағанбыз, в общем, сол жерге келіп тұрмыз. Есіңде ме Әділ сенің? Иә, есімде. Сіздер айтпақшы, мынандай сұрақ келетін шығар. Бағанаға тарсылдатып, әйтпейтіп бәрін бұзып отырған сендердің басында түсірген операторларың деген. Жоқ. Бізде оператор басында Арман болды, Арман сосын барып уже сендермен кірмеймін, сендерге біраз интрига болсын, қызық болсын деген сияқты болып, ар жаққа қарай кетіп, сол жақта типа бізді күтіп отырамыз деді. Ал біз Әділбек екеуміз осы жерге келіп видео түсіруге келдік. Енді айтарлықтай еш нәрсе болмайды деген ойдамын, конечно. Брат, естің бе, бір жүгіріп өтті ғой? Жоқ, брат, вроде естімедім. Құмаш бір тарс жүгіріп өтті ғой? Брат, прикол ұстамашы, прикол уақытты емес. Кажется, жүгіріп өткен сияқты. Естімедің ба не? Брат, мен естімедім. Короче, қазір үйге барған соң, видеоны қайталап көреміз. Жарай ма? Жарайды, көрейік. Короче, точно жүгірді деймін. Диктофон по идее жазылды бар ғой. Ебам, маған барған сен қорқышты болып баршысы. Бірақ мына жерде адам жүретін жер емес қой не? Духты шақыра берейік. Так. Давай Чарли емес, тағы қандай дух бар еді? Давай Слендермен бар еді ғой, бір бойы ұзын, иә. Давай соны шақырып көрейік. Слендермен, сен оршысыз жерде барсың ба? Жан-жақтың дыбысын кәдімгідей анықтап естіп отыр, может бір нәрсе болып қалар. Вроде еш нәрсе жоқ сияқты, иә? Бағана Чакин неткенде, Чаки ма, Чарлині қайтын шақырды? Чаки ғой деймін, Чарли ма? Чарли шақырды. В общем, бағанағы духты шақырғанда бір дауыстар сразу шыққан. Естідің ба, брат? Шақтар ма? Мен ғой. Сен ба? Иә. Ой, надо, жер просто сондай ғой. Иә, жер шөпке толған просто ше. Может бағанада да сол. Бағанада сен шығарған жоқсың, кстати. Бля, мен сен сол нәрсе сенен сұрайын деп едім. В смысле? Если мен өзім істеген болсам, мен олай қорқпайтын едім. Жоқ, мен оны естіп. Вот мына дауысты мен точно естідім ерді. Чикчи. Что там не істейміз? Бля, короче, достар, бізден яқта жан-жақ вообще көрінбейді. Даже на телефонның өзі дұрыс ала алмай жатыр да. Фонарик әкелмеп, біз сондықтан жан-жақты дұрыс көре алмай жатырық бар ғой. Что там не істейміз, Әділ? Бля, мен вообще білмеймін, брат, мен бір орны қозғалмай жатырмын да көз степени. Короче, бүйтейік. Осы жақтан былай қарай кетсек, шығатын жер бар. Шығатын жер бар ма, точно ма? Иә. Сол жақтан шығып кете салайық лучше. Бля, шығып кетейікші мына нәрсе. Что-то қояйық осы. Қояйық ше осы. Дұрыс емес сияқты, кажется, ше. Короче, жүріп кет. Мынаны ала саламыз ба? Мен қалдырып кетеміз, может мынау проклятие болып қалған шығар. Хотя бұны ешкім ұстаған да жоқ. Магазиннен ғана ала салдық қой. Обычный ручкамен дәптер ғой. Ана Біз шығатын жолмен келе жатырық. Жол дым көрінбейді мына жол ше. Я мына жер қорқынышты ғой, брат. Айтпа, ананы қарашы. Шығатын жер точно бар ма мына жердің? Күндіз келгенінде, Келдің ба точно? иә, күндіз келдік қой, саған пранк ұстайтын кезде осы жаққа келіп жоспарлап. Сол кезде уже мына жақта уже шығатын жол болды. Примерно адас кетпесек осы жақтарда бар. Все. Мақ кәдімге қараңғы ұрық. Я маған уже басым істемей жатыр, бірдеме елестеп жатыр маған уже. Қарашы, мына жанында мына жақта бар ғой, Иә. бізде церковь бар. Иә. А еще ана жақта заброшка бар. Иә. И мына жер орман. Иә. По идее, ана бағаналар бәрі бостан емес сияқты, кажется, ше. Қалай ойлайсың? Бля, сен енді айттың да мен что-то сан қазір ойланып қалдым негізінде. Сырбырлау. Тез шығар. Тезірек жүрші кішкене, йо. Не болып кетті мынау?
жол мынандай тар емес еді вроде ше. адасқалық демеші только. Ну не знаю, может. Ей, брат, мен саған сендім ғой. Короче, мына қарасайшы, мынандай жол болмау керек еді негізінен ше. Мен надоел. мен Қайдамыз біз вообще? по идее дұрыс келе жатырмыз. Кетік жүре берші, не қарай. Әділбек екеумізге пранк ұстаған, ол Аслан болып шықты. Короче, Аслан өзі түсіндіріп берсін. Ердан маған сол сайранда болатынын айтты да, мен соны ойыма пранк ұстау келді. Ердан пранкер емес пе, пранк қатты ұстайды. Сонда соңғы видеоларында пранк көп болып кеткен соң мен солай пранк ұстауды шештім. Короче, біз сол жерде Әділбек екеуміз кәдімгідей қорқып жүрсек, оказывается, бұл жерде Аслан болыпты. Мен вообще ойыма кірмей тұр, қазір менде вообще миым шашырап отыр, быт болып отыр бар ғой. Бля, в общем, шын бағана нәрсені айтамын ше. Бля, мен жестко шошып кеттім прям. Өзіме вот 1-2 минут бойы есіме келемін, есім жамадым вообще вот. Прям әлі есімде сол чувство. Жүрегімді бәрі шығып кететіндей сияқты болды. Асланның сыбайласы уже Арман болып шықты, прикиньте. Армандағы соның бәрін білген екен. Аслан екеуі, короче, келісіп апты. Бұл Не үшін кірмейді, бұл нақ бүйтіп қашып кетті десем, бұл сонда солай Аслан қорқытатынын біліпті да, и тұп-тұныс қана шығып кетіп бізді күтіп отырыпты. Мен сондаймын. иә, сен сондайсың. В общем, Екеуің оңбайсыңдар бар ғой. Короче, видео осылай аяқталатын болды. Сіздермен болған мен Ерда. Каналға жазылмаған болсаңыздар, обязательно жазылып кетіңіздер. Барлықтарыңызға давайте.